Ассалаумағалейкум қазақ елі. Павловния ағашын өсіру тәжірибесі жалғасуда. Бүгін мамырдың 2-сі. Міне көріп тұрғаныңыздай кейбіреу шығып, кейбіреу қыстан шықпай қалған екен. Мынау бір жарып келе жатыр шетінен. Мына жерде біреу шығыпты. Мынау қыстан шықпай қалған екен. Мынау да шықпай қалыпты. Мына біреу жақсы шығыпты. Ақшын келесі бетін ауысайық. Мына жерде 3 қатардан Павловниекке мүшеу шығыпты. 3 қатардың біреусі ғана шығыпты. Мына 3 қатардан ешқайсы шықпапты қыстан. Осы жерде солай шықпай қалды. Мынау болса емен дәнінен шыққан ағаштар. Қыстан кейбіреу шығып, кейбіреу шықпай қалғандар, міне шығып тұрғандар бірақ шығып көрініп тұр. Мына ортасында біреу жоқ. Мына жерде тағы біреу шықпай қалғапты. Маусымның 2-сі. Міне 3 қатар Павловния жақсы көтеріліп тұр мына жерде. 2, 3, міне. Үшеудің біреуі шығып, мына жерде шықпай қалғанның біреусі енді көтеріліп жатыр екен. Бақшаның келесі басына ауысайық. Міне өткендегілер жақсы бой көтеріп қалыпты. Жапырақтары ақырындап үлкейе басталған. Мынау да кішкене бой көтерілмей, сәл күн салқын болып тұр өзі. Мынау да жақсы шығыпты. Ең үлкен шыққаны 30 сантиметр бойы. Мыналардың жан-жағынан шығып кетті. Осылардың басын қырқып, бір түбін ғана қалдыру керек. Каналға тіркеліп отырайық.